Баршаңызға сәлем достар, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналым отбасылық канал және жас аналарға, ата-аналарға пайдалы кеңес беру каналы. Бүгінгі тақырыбымыз балам не үшін жылай береді? Жаңа сәби дүниеге келгеннен кейін, идеалдағы өміріміз бала пайда болғаннан кейін өте қатты 180 градусқа өзгереді. Балалы болғанда, сәбилі болғанда біле жатарсыздар, алда уақытта болашақта Алла бұйыртып тақырыбымызға көше келгенде, балам мазасыз, балам жылай береді. Қарны тоқ болса да, таза болса да жылай береді. Яғни мазасыз, осындай балалар кездеседі. Кішкентай балалар түрлі себеппен жылайды, мазасыз болады. Оларға жатады іш ауруы, іш кебуі, колика дейді орысша, іштің кебуі жатады. Қарны аш болса да жылайды, жаураса да жылайды, ыстықтаса да жылайды, ата-ана ыстықтаса да жылайды балалар. Сізге байқалмауы мүмкін, ол әрине, ол айта алмайды, сөйлей алмайды, көрсете алмайды, ал негізгі іске келе олар жылайды, жылап көрсетеді балалар. Тоңса да жылайды, қарны ашса да жылайды, температура шықса да жылайды. Яғни оның температура шыққанын тек ұстап қана білеміз, және градусникпен ғана өлшейміз. Ата-аналар іштің кебуі, құлағының ауырғанынан жылайды, жауырынның жабысқанынан жылайды. Яғни жауырын жабысу деген медицинада негізі жоқ, бірақ на самом деле іске келгенде ол тәжірибеде бар. Іштің кебуі ол определенный белгілі бір сағаттарда, аралықтарда, яғни период, эпизод дейді, ол тамақ ішіп болғаннан кейін жылайды. Мысалы, кешкі уақытта да басталады, сағат 8-9 уақытта басталады, немесе 7 одан да ары, плюс-минус 1 сағат ары кем басталады. Түнгі 12-1-ге дейін бала жылайды, шыр етіп қатты жылайды. Мәме берсең алмайды, ембей қояды, су ішпей қояды, тек қана көтеріп қана жүріп. Және менің 5 жылдық жедел жәрдемде өзім атқарғанмын. Қазір енді бала күтіміне қарай үйде отырған анамын, декреттегі анамын, педиатрмын. Ол да өзім басымнан өткен. Қызымда өте қатты іші кеуіп мазаланған болатын. Ең көп шақыртулардың себебі осы болып табылады. Яғни балам ұйықтамай жатыр, жылай береді дегенде. Барған сәтте баланы қарайсың, қараған кезде құлағы ауырады, не болмаса іші ісіп томпиып тұрады. Іші шар сияқты ісініп кеуіп тұрады. Жауырын жабысуы көп кездеседі. Сол кезде де болған моменттер, жауырын ашып, массаж жасап, ұйықтатқан кездер болған, өзім басымнан өткен. Шақалақ балдарда, ол әрине шақалақ балдарда массаж бастамаған ата-аналар болады ғой, енді әлі ерте деп күтіп жүрген ата-аналар. Сол балалардың жауырындары солай жабысып, жатқызған бойда бала шыр етіп жылайтын болатын. Сол кезде массаж жасап, майлап, уқалап, ашып, қайтып жатқызғанда ұйықтап қалған сәттер болған. Құлақ ауруы балаларда өте көп кездеседі, отит дейді. Ата-аналар дым түсінбей қалады да, қалай ол, қалайша деп. Сол кезде біз түсіндіріп айтамыз, балалар өте уязвимый дейді ғой, бәрін өзіне тез қабылдап алады да, балалар, кішкентай балалар, губка тәріздес. Бесікте мысалы бала жатады, көп жағдайда бесікте жатады ғой балалар, немесе қатты құндақтап қояды баланы ше. Сол кезде ашқан кезде, бесіктен болсын, немесе құндақтан, пеленкадан ашқан кезде бала терлеп тұрады, сол кезде ашып қалған кезде, немесе кішкентай жел соқсын, адам қасынан өтсін, құлағынан ұстап қалады. Құлағын басып жіберіп тексереміз оны. Ол қарау сәтінде, осмотр сәтінде болады. Анамны жинағанда, тіс шыққанда балалар тоже мазасызданады, беймаз болады, аузынан сілекей көп ағады, қолын аузына апарып тістей береді, даже лоқсығанға дейін тістеп алатын кездері болады. Балаға көмектесеміз, массаж жасап, десналарын, қызыл иектерін, саусағымызды тазалап, жуып, массаж жасап көмектесеміз. Майза жағуға әрине кейбір дәрілер дәлелденбеген деп айтамыз. Дәлелді медицина тұрғысынан дәлелденбеген. Камистат бейби дейді, дентиналь, дентинокс дегендер мұздатылған дейді, ол кішкене салқындатылған, қатты емес, кішкене салқындатылған холодильникке қойып, прорезыватель, тісті шайнауға, деснасын шайнауға көмектесетін ойыншықтар болады ғой, резинка ойыншықтар, соларын холодильникке салып қойып, балаға берсек болады. Шайнайды оны, бала кішкене басады, ауруын басады, қышуын басады, зуыт басады. Және іш кебуінде біз қалай көмектесеміз балаға? Пеленканы үтіктеп, ішіне орап, салып, сыртынан қолымызбен, сағат тілімен, бойымен массаж жасаймыз. Яғни ішіндегі газдарды сыртқа шығарамыз. Массаждың көмегімен қолымызбен. Ананың қолы дейді, алақаны баласына өте емдік қасиетті береді. Анасының баласына деген мейірімі арқылы, жасаған массаж арқылы, алақан арқылы
көп зат анаға байланысты болып келді. Аналар, менің сабақтарым сіздерге кішкене болса пайдасын тигізсе өте бақытты боламын. Осы тақырыптар қызықты болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Мен өте қуанышты болып қаламын. Алдағы уақыттарда қызықты ақпараттарды беруге тырысамын. Балаға жайлы, бала күтіміне жайлы. Менің 1 сағаттық видеомда шығып қалуы мүмкін. Әбден соны да көріңіздер деп үміттенемін, өтінемін. Егер де осы мен айтқан жағдайларда бала сонда да жылай беретін болса, жедел жәрдем бригадасын шақыртыңыз. Келесі тақырып бізде балада температураны қалай дұрыс түсіру керек екендігін айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Соңына дейін тыңдағаныңыз үшін рахмет. Алғысым шексіз. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар. Жақсылықта кездесе берейік.